Сәлем, сіздермен бірге Тәттігүл. Бүгін мен сүзбе құрт жасаудың оңай жолымен бөлісетін боламын. Каналымызға жазылып, лүпіл басуыңызды өтінеміз. Ең алдымен тартылған сүтті 1-2 тәулікке жылы жерге қоямыз. Ұйыған сүтті алып, арнайы қапшық немесе сеткаға құйып, 2 күн суын сорғытамыз. Суы сорғыған құртқа өз қалауыңызша 1 немесе 2 қасық тұз қосамыз. Одан кейін жақсылап араластырып, өзіңізге ұнаған құрт формасын келтіріп жасаймыз. 5 литр сүттен дәл қазір 21 штук құрт шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Біздің каналдан алыстамаңыздар, әлі алда талай ұлттық тағамдардың жасалуын сіздермен бөлісетін боламын.